Отандастарымыз үшін жат жұрттағы несімен тартымды. Жанар Арғынның материалын көрейік. Мен нелегально жүргендіктен осы жерде тезірек ақшамды тапсам, үйімнің ақшасын жинасам, тезірек еліме қайтсам деп жүрмін. Білімін алып, ағылшын тілін үйреніп, ақш мемлекетін көру мақсатында келгенбіз. Осы жақта жұмысқа орналасқым келеді. Біз бұл елді таңдағанда ең бірінші білім сапасына мән бердік. Кипр менен Корея. Асханадан кешкі сағат 7-8-ге дейін істеп, сол уақытқа маған сағатына манылынан төлеп береді хозяйкам. Ақш пенен Канада, Ресейде де бар тағы, Польшаңда да жүр қазір. Талай қазақ баласы, мақсаттары сан алуан. Елден көшуге біз 5 жылға жуық дайындалдық. Шет тілін үйрендік. Көшетін мемлекетті таңдадық. Және де артығымен керек болып қалар деп ақша жинадық. Аз уақыттың ішінде Кипрге де, климатқа да үйренді олар. Салтанат сапалы білім мен балаларының болашағы үшін шетелде тұруды таңдаған. Таңдаудан қателеспегеніне қуанышты. 1 жылдан асты оқумен отбасын, бала мен жұмысын қатар алып жүр. Менің жаңағы заводқа барып тапқан ақшам 1 миллион 600 табам ғой айына. Сондықтан мен осы жерден тапқан ақшамды квартирама, тамағыма жұмсаймын. Мен нелегально жүргендіктен осы жерде тезірек ақшамды тапсам, үйімнің ақшасын жинасам, тезірек еліме қайтсам деп жүрмін. Бақыттың баспана алу үшін аз қалды. Жырақта жасырын, заңсыз еңбек етіп жүрсе де табысын адал тауып жүр. Бір емес, 3 бірдей жерде жұмыс істейді. Талмай еңбектенсең, табысың да көбейеді дейді ол. Шынымен ақ, шет елде көп ақша табуға бола ма? Ауыр жұмыс жақсы істесең, олар көп төлейді. 1 сағатқа 1 төлейді. Бұлай бізде сияқты бір ай ондай жоқтар болды. Тіл білмесе де, күнбе-күн жұмысқа жалданып еңбек етсе де, сүйіндік мойымады, қайтпады. Ол 2 жыл ішінде 20 миллион теңге тапқан. Статистикаға сүйенсек, 2021 жылдың жарты жылында елімізден кеткендер саны 22.825 мың адамға жеткен. Басым көпшілігі Қарағанды, Шығыс Қазақстан облысы, Павлодар, Қостанай және Алматы қалаларының тұрғындары. Карантинге қарамастан иммигранттар саны бойынша Қазақстан ТМД елдері арасында көш басында тұр. Көш демекші көштен қалмай жүрген тағы бір қазақ жігіті Самат Ахметов. Ол да бастапқыда Кореяда басқалары секілді заңсыз жүрген. Кейінірек басшылығының көмегімен еңбек визасын рәсімдеген. Заңды виза алу үшін қара көздерімізбен қара домалақ қазақтың азаматтары шет елдіктермен отбасын құрып жатқанын алаңдайды. Жұмыс визасын алу үшін кәріс жерінде отбасыларын құрып жатыр. Ресми ақпараттарға сүйенетін болсақ, осы уақытқа дейін 60-тан астам қазақстандық қыз келіншектер кәрістерге тұрмысқа шыққан болса, олар 200-ден астам сәби дүниеге алып келген. Арман болған Америкада Асхаттың да 2-ші баласы дүниеге келген. Олардың ақшта тұрып жатқандарына биыл 3 жыл болған. Қазіргі өмірі өзіне ұнайтынын айтады. Америкада қазір уақытта тұрақты экономика, жақсы білім, кез келген адамға барлық условия жасалған. Дегенмен отандастарымыздың бір күндік дүние үшін туған жерінен жырақтап кетуі ойланарлық мәселе дейді әлеуметтанушы Рамазан Саттарұлы. Шын мәнінде біздің мамандардың біліктілігі деңгейі соншалық, шетелдің экономикасы соған жару. Енді бұндай жағда тек қана біз қуанамыз ғой. Ал енді тек қана бір қарабастың қамын ойлап, тек қана бір ақша табудың амалын тауымен басқа жұртты аралап кез жүрген ағайындар, олардың енді бұл тіршілігі өздеріне жағымды болса да, ұлтқа жағымсыз. Өздеріне пайдалы болса да, ұлттың қауіпсіздігіне үлкен қатер. Елде білікті мамандар қалмаса, елдің ертеңі бұлыңғыр. Шетелге көшіп жатқандардың басым көпшілігі техникалық мамандар, экономистер, педагогтар және медицина саласының қызметкерлері екен. Бұл тікелей ел экономикасына да әсер ететіні сөзсіз. Яғни дамыған елге дамушы елден барған азамат сол елдің өркендеуіне өз үлесін қосады. Оқыған, тоққан азаматтың жақсы өмір іздеп кетпеу үшін қайтпек керек. Өкініштісі, осы жоғары білікті мамандардың кетуі. Осы нәрсені тоқтату үшін біздің Қазақстанда осы білікті мамандарға деген сұранысты, оларға беретін жаңағы еркіндіктер мәселесінде біз көбірек жұмыс істеуіміз керек. Соңғы 5 жыл ішінде елімізден шет елге көшуге құжат рәсімдегендер саны 200 мыңнан асқан. Бұл көрсеткіш жыл сайын өсуде. Кетушілердің көбі 20 мен 35 жас аралығындағы жастар. Жанар Арғынова, Айханым Мақсатқызы, Жандос Манашев, Мейірбек Абдрахманов, Айна.